Сен бір кезде отбасылық өмірді аңсап, күйеу керек болып тұрмысқа шықтың. Күйеуіңізбен бақытты да базарлы күн кештіңіз. Балалы болсақ дедіңіз, болдыңыз. Қызықтың бәрін өткердіңіз. Енді кішкентай ғана суыққа шыдамай қашып бара жатсыз ба? Жарайды, күйеуің ұрды. Сені кетті делік. Не шықты? Не таптың? Бүгін күйеуіңнен таяқ жеп тұрсаң, ертең сен кім көрінгеннен жейсің таяқты? Кім көрінгеннен сөз естисің? Кім көрінген өсек қылады? Сол жақсы ма? Тәңіріңе тәубе деп, сол Құдайдың берген несібесімен, бағымен өмір сүре бермейсіз бе? Күйеуің ұрса, енді қан ішереміз, түсіндір. Түсінетін де болды, сабырға келер. Не болып тұрды? Әрине, ол жақсы емес, күйеуің ұрғаны көндеп тұрғаным жоқ. Дегенмен сабыр қылыңдар.